топқа бөлініп алса, мына жерде мен кәмпит арқылы сіздерде сары, қызыл, жасыл кәмпиттерді қойып қойдым. Осы кәмпиттер арқылы топқа бөлінсеңдер, жайлап біртіндеп келіп кәмпитті ала беріңдер. Шілдехана тобына сары кәмпитте келіп отырасыздар. Шілдехана тобы сары кәмпитте келіп отырсыздар. Алып алып, тынышталамыз. Топқа бөлініп болса, шілдехана тобы және бесікке салу тобы, тұсаукесер тобы болып үшке бөлінді. Балалар, енді осы топтан бір топ басшы сайласақ. Шілдехана тобынан кімді топ басшы сайласыңдар балалар? Кімді топ басшы? Кім бар? Нұрислам болсын ба? Нұрислам шілдехана тобының топ басшысы. Отыра ғой. Ал бесікке салудан кім? Назерке ма? Тұра ғой Назерке. Назеркені бесікке салу тобының топ басшысы деп есептейміз. Отыра ғой. Ал тұсаукесер тобындағы кім? Балнұр топ басшысы болады. Тұсаукесер отыра ғой. Енді шілдехана тобының топ басшысы бесікке салу тобына бүгінгі ізгі тілегін айтса, жылы сөздермен сабағымызды бастайық. Көңіл күйімізді көтеріп, балалар. Өйткені бұл музыка сабағы. Бесікке салу тобы бүгінгі сағастың жеңімпаз атаныңдар. Озат шілдехана мен тұсаукесер тобының алдынан шығып озат көрініңдер. Бүгінгі сабақты жақсы оқуларына тілектеспін. Молодец. Ал енді бесікке салу тобы тұсаукесер тобына тілегіңіз жолдасын. Тұсаукесер тобы сендерге бүгін музыка ашық сабағына сендерге сәттілік тілеймін. Осы музыка сабағына жақсы қатысып, бізден бесікке салу және тұсаукесер тобынан ең үздік болып шығады. Ал енді тұсаукесер тобы шілдехана тобына ізгі тілегін айтса, Осы біздің тобымыздан шілдехана тобына осы ашық сабақтан жақсы түсінуге тілектеспіз. Отыра ғой. Енді бұл жерде барлығымыз бір-бірімізге тілек айттық қой. Енді ұрандатып айтып жесек қайтеді. Бәріміз үшін, бәріміз үшін. Сабағымызды бастап кетейік, балалар. Енді бүгінгі сабағымызды ары қарай бастайық. Балалар бүгінгі жаңа сабақты түсіндірмей тұрып, бесік туралы түсіндірме жұмысын жүргізейін. Адам баласының тіршілігі ғұмыры зор бесіктен басталады. Бесік көшпенді бабалардың тұрмыс тіршілігі мен мәдениетінен қалған асыл мұра, бірегей туынды. Бесіксіз үйде береке жоқ. Қазақ халқы сәбидің жарық дүниеге келуіне ерекше дайындалған. Баланы кіндігі түсіп, қырқынан шыққан соң бесікке бөлеген. Оның пайда болу тарихы өте тереңде. Қазақ көшті танарда ешқашан шаңырағы мен бесігін жат-жұртта қалдырмаған. Өйткені ол киелі заттар. Сондықтан әлі күнге дейін бесікті сақтап, ұрпақтан ұрпаққа қалдырған өрнектер бар. Шеберлердің айтуынша, бесікті жасаудың өз әдебі бар, ал оны кез келген ағаштан жасамаған. Енді қазақ шеберлері бесікті жасағанда өте мұқият жасаған. Әуелі біздің әкелеріміз айтқан кезде бесікті жасау үшін кәдімгідей ұсталарымыз, шеберлеріміз дәрет алып, ағашты пісімді деп қиып, оны тазалап, осы бесікте жатқан баланың жолын ашық қылып, оның бауырларының сіңлілерінің көптеп демеу өтуін есіпті. Осы бесіктен қазақтың ұрпағының өсе өнуін есіпті деп кәдімгідей ақ белгіні тілеп отырып жасаған. Қазір бесіктен темірден де жасалған түрін кездестіреміз. Бірақ бұрынғы балалар оны тек талдан ғана жасайтын болған. Иілмелі болғанымен мұрт сынбайды, құрт түспейді, әрі қалған ерекше мұра деп біледі. Бесіктің басы дейді, бесіктің арқалары дейді, бесіктің төсегі дейді, енді бесіктің жорғасы деп атайтын қазақ. Қазақ тілінде бесіктің жорғасы. Яғни жорға деген жорға бесік, бесік тербелген
сондай рахат сезімді өсіреді. Анау айтқанда не шайқанып кетпейді, оның үстіне көрінді ме? Оны енді құрақ бесік тербеп дейді, мен тербеп көрсетпей қояйын, мына бесіктің жобасы. Бұны кәдімгідей емдеу шығарады, иіп жасайды. Ал бесік дайын болған соң сәбиді бөлуден бұрын жасалатын әдет ғұрыптар бар. Бесікті бұл тек баланың түндегі ұйқысы үшін ғана емес, бұл бесіктің көптеген ролдары болды. Жаңа туған бұл жас баланы мойны атпаған еңбегі балалар бесік туралы мәлімет көрдік қой, иә? Бесігіміз қандай мүлік екен? Қасиетті, киелі мүлік екен ол бізге. Ол қасиетті, киелі мүлікті, бесікті жерде, ол мысалы бала жатпаған кезде қай жерге қою керек ол мүлікті? Қасиетті мүлікті қай жерге қояды балалар? Биік жерлерде жабуын жауып қояды екен, иә? Қасиеті күшті, ол бесікті ешқашан тастай салмау керек, лақтыра салмау керек. Киелі ретінде ата-бабамыздан бабамызға келе жатқан мұра, дұрыс айтасыңдар. Әжелеріміздің, аталарымыздың бәрі сол тал бесікте жатқан. Міне сендер де сол бесікте жатып шықтыңдар, мен де сол бесікте жатып шыққанбыз. Заманымыздың заңға жазушысы Мұхтар Әуезов елін боламын десең бесігіңді түзе деген екен. Бесігінде түзу жатқан бала елдің қамын ойлайтын, жерін ойлайтын, азаматтық борышы бар, елінің қалаулысы, халқының қасиетті ұл қыздар болып өскен. Азаматша мен азаматшалар сол бесікте қаншама нелеріміз, қандай нелер жатты, ата-бабаларымыз жатты осы бесікте. Кім біледі екен? Руслан, Шілдехана тобайсың шыққан. Бесіктен ақындарымыз, әншілеріміз, күйшілеріміз, батырларымыз жатқан екен, иә, сол бесікте, иә, отыра ғой. Ал тағы да жауап беретіндер бар ма екен осылай? Жауап бере ғой. Оған әншілеріміз, музыкантшыларымыз, сазгершілер барлығы ақындар жазып жатыр. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біздің ата-бабаларымыз қазіргі заманмен айтқан кезде қазіргі үлкен қызметте жұмыс істеп жатқан ағаларымыздың бәрі осы тал бесіктен шыққан кісілер. Біз масалатын білді ғой балалар. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде бесік туралы мәліметтер көп айтылады, иә балалар? Сол ауыз әдебиетін оқимыз ғой біз, иә? Сабақта. Сол ауыз әдебиетінде бесік туралы қандай нелерді айтылады? Кән айта қойшым? Ертегілерде, мақал-мәтелде. Дұрыс айтады. Кім жалғастырады? Кім жалғастырады? Ағарай. Кім? Айта қойшы? Жарылқаштарда, әндерде, мақал-мәтелдерде, иә? Мақал-мәтелдерде. Тағы қайсында? Дұрыс айтасыңдар, иә? Жырларда айтады екен, жырларда. Күйлерде, дұрыс айтасыңдар. Өлеңдерде де бар екен, иә? Осылай үлкен көптеген. Өйткені қазақ халқы бесікке үлкен мән берген. Оны не деп атадық жаңа? Қандай мүлік деп атадық? Қасиетті мүлік деп атадық. Баланың өмірінің жалғасуына, жас нәрестенің дүниеге келуіне не қылады? Отбасы мүшелері өте қуанышты болады. Сол баланың бесікте өсіп жетілсе, қандай бала шығады? Ел қорғайтын, жерін қорғайтын азамат болып өседі. Балалар, қазір біз балалар, енді келесі сабағымыз да ары жалғастырайық. Қазір осы бесік туралы айтып жатырмыз ғой мәліметтер. Осы бесікке жатқаннан кейін аналарыңыз бесікке жатқан балаға не айтады? бесік жыры. Қан дауыстан шығарыңдаршы. Бесік жырын айтады. Ендеше біз осы бесік жырын тыңдайық, иә балалар? Andy
әндерін өтеміз балалар. Скан дәптеріңді ашып, жазып қойсаңдар болады. Қазақ халқының тұрмыс салты. Осы 90 бойы біз қазақ халқының тұрмыс салттарын өтеміз. Соның ішіне қазақ халқының тұрмыс салтына жазыңдар ма балалар? Қазақ халқының тұрмыс салтына не жатады? Кім маған жауап береді екен? Тұра ғой. Тұрмыс салт Салттарына тұрмыс салттары. той, шілдехана, тұсаукесер. Отыра ғой. Ары қарай жалғастыратын бар ма екен? Жоқ, басқа. Айтшы. Не бар? Қазақ халқының тұрмыс салтына недер жатады? Шілдехана, той, тұсаукесер. Ары қарай кім жалғастырады? Отыра ғой. Қырғынан шығару, бесікке салу. Одан кейін бала ержеткеннен кейін оны сүндет той жасайды. Одан кейін ол Қыз ұзату, бедаша, той барлығы да тұрмыс салт қазақ халқының салтына жатады. Балалар, соның ішіндегі бүгінгі өтейін деп отқанымыз жаңа бесік тарихын өттік. Балалар, енді сол бесік тарихының ішіндегі бесік жырына тоқталайық балалар. Ананың балаға деген бесік жыр дегеніміз, ана баласын тербеткенде неғылады? Айтылатын ән. Баланы ұйықтатар, алдында айтама қайда айтылады бұлар? Ана баланы беске бөліп алғаннан кейін, анасы оған әнін айтып отырып, тербетіп ұйықтатады. Сол үшін ана мен бала деген екеуінің махаббаты мен жырынан өрілген көрініс деп есептейміз. Баланы тербетіп отыратын осынау керемет жырлардың тәрбиелік тағылымы мен мағынасы зор. Әдемі әуен астарында жас баланың дені сау, адал өнерлі, еңбек сүйгіштігіне ел қорғай алатын ізеттілік бар. Керемет бала болып шығуына ананың жыр лебізі тілегі орын алады. Ол баласының мықты болып, шебер болуына, шешен болуына ұмтылуына өздері анық. Ол ананың бойындағы ізгі тілегін айтып отырып, жырмен айтып отқан кейін баланың бойына сіңіріледі ол. Сосын ол бала ер жеткенде қандай керемет, батыр, дұрыс айтасың. Қандай? Мақтаныш болады. Тағы қосарлатын бар ма маған? Айта ғой. халқының қасиетті азаматы. Болады, молодец. Аян, сен қандай бала болып өсер едің егерде? Сен де тербеліп өскен ғой сол кезде? Еңбек кесетін азамат болды. Азамат болып инабатты, ибалы қыз болып өсуге бола ма? Қазақ елінің қыздары қандай болу керек? Қыздар ибалы болу керек, иә? Әдепті болып өсуге бола ма? Бір айтсайшы. Қандай болып өсуге болады тағы? Тәрбиелі. Ал бесіктен не өлі батыр бізге? Тәрбиелі белі батыр. Сол тәрбиелі бойымызға не қыламыз балалар? Сіңіріп, келешекте қалған ұрпақтарға соны мұра етіп қалдыруымыз керек балалар. Түсініктер ма? Бұл ата-бабамыздан келе жатқан өте мықты мұраларымыз. Балалар, енді біз бесік туралы, бесік жыр туралы айттық. Бұл жерде тұсаукесер туралы айттық, шілдехана туралы айттық. Міне балалар, бүгінгі топтарымызды енді қорғап шықса, постермен бесікке салу туралы постер арқылы қорғасаңдар. Шілдехана тобы, бесікке салу тобы, өздерінің топтарында тұсаукесер тобы. Қане, енді Öş. Тұсаукесер тобы дайынсыздар тоқтайды. Балалар, енді тұсаукесер тобыма біткен. Тұсаукесер тобына екі оқушысы
өсетін кезінде баланың аяғына алаш байлайды. Қара және алаш байлайды. Оған қара мен ақ жіпті араластырып байлайды. Және де оған арнайы шашулар шашады. Сол көстерге оған алашын тоғызып көк жіпті байланады. Алашын ол әр адамның біреудің алашын аттамау үшін байланады. Ал енді тоғыз жіп дегеніміз ол баланың қарны тоқ, уайым қайғысы жоқ болу үшін не алады. Оған сол көстерді бала тәй басқан кезінде жасалады. Ол тез жүріп кету үшін оны қандай адамдарға кездіктеніп, сол кездерді оны жайбасар адамдарға кездікте ма, қандай адамдарға кездікте? Балалар? Жайбасар адамдарға емес, оларға ширақ білетін адамдарға кездіреді. Ол сол кездерде ол үлкен баланың үлкен тойы болды, үлкен той. Біреудің алашығын аттамасын, біреуге қиянат жасамасын деп айтты. Алашықты сөйтіп Кеседе, ал балалар өте жарайсыңдар, керемет айтыңдар деген ойлағын отыра қойыңдар. Енді шілдеқара тобы дайын қояйық, шілдеқара тобы кәні өздері қорғап шығады екен. Шілдеқара сүйінші жіберу дегеніміз сәби дүниеге келгенде оның алыс жақын туыстарға сүйінші жіберіп той жасауы. Ал шілде суын сақтау дейтініміз қырқынан шығарғаннан кейін баланың су тимей қалған жерлері қызарса, сол шілде суын сақтап, сол қызарған жерлеріне тигізіп ем жасап отырған. Ал сәбидің дүниеге келгені ол шілдехана тойын жасау. Шілдехана ол сәбидің дүниеге келіп, оның үлкен ата-анасы, туыстары, жақындарының үлкен қуаныш тойы. Шілде тойын жасау дегеніміз ол шілдехана тойын туыстарын, жақындарын шақырып, туыстары, көршілерін шілде тойына шақырып, бала нәресте дүниеге келгеннен кейін оған кімдер барады? Көршілер, жақындары, туыстары қуанып келіп, тілек айтып, келіп, не қылады содан кейін? Құтты болсын айтады, қазіргі заманда. Ары қарай шілде тағы не? Қайсысы айтылмай қалды? Тың салты. Шілде суын салаты. Бала дүниеге келгендегі деген жері бар ма? Бұл жерде бала дүниеге келгендегі, бала дүниеге келгенде кімдер барып не айтады? Сүйінші хабар беріле ма? Айтады. Баяғы заманда көшпелілер кезінде бала дүниеге келгенде алыс жақын нелерге жаушы жіберіп сүйінші сұрап отырған. Оған алыс жақын туыстары келіп, ізгі тілектерін айтып, сонда ол жауыштарларым бар. Шілдеқара тобынан. Баланы жалғыз қалдырмауын ескертеді. Әйтпесе, балаға жын шайтан еңгелеп, шошынуы мүмкін. Сосын ананың балаға көп мән береді. Шілдехананың малын тезірек сойып, қазанға пісіріп, сөйтіп оны пісіріп, анаға бірінші беру керек. Сөйтіп оны жастарға да беру керек. Оны сөйтіп үйдің төрге іліп қою керек. Онда емес. Қой сойылып, мал сойылғаннан кейін, ол менің омыртқасы болады, бел, мойны қатайсын дейді. Мойны омыртқасын алып, анасына жегізеді. Сөйтіп, жегізіп, оны анандай үзбей жегізіп, соны бел жерге іліп қояды. Өйткені себебі баланың мойны ертерек қатайып, ертерек дамысын деген оймен істеген екен қазақ. Сөйтіп, не қылған екен, үлкен той болған екен, дұрыс айтасыңдар. Ары қарай. Сөйтіп бізде шілде күзеті дегеніміз бала дүниеге келгенде 40 күн бойы оны балаға
ешкімді жолатпайды. Көптеген адамды кіргізе бермейді. Өйткені неден өйткені? Қандай нанымдар арқылы оны? Оны 40 күн бойы жын Қандай? Көз тиюден үшін. Бәле жаладан, жын шайтаннан, көз тиюден сақтау үшін тек ана мен балаға ғана жақсы күтім жасап, оның ана мен балаға анда-санда адам кіргізіп отырады. Кіргізіп отырмайды. Кіргізбейді. Көптеген адам. Ал енді қай топ қалды бізде? Бесікке салу тобы, иә? Дайынсыздар ма балалар? Келіңдер, екі оқушы шығып қорғаймыз. Қалғандарымыз сол жерде отырып қорғай береміз балалар. Бұл бесікке салу. Дауыстарыңды қатты шығармайтындар оқушылар. Бесікке салу. Бесікке салу дегеніміз ол нәрестені дүниеге қырқынан шығарғаннан кейін оны бесікке салады. Ол бесікке салғаннан кейін оның түзу өсін, ақын жазушы болсын деп бесікке бөлейді. Тәртіпті барлығы бесікке салған. Тәрбиесі мықты болсын деп бөлейді оны. Ақын жазушы келгенде болады. Бесік ол қасиетті мүлік болып саналады. Бесіктің құрал-жабдықтарын жауып үлкен адамның қолы жетпейтін жерге қою керек. Және ол мүлікке күтіммен ұстау керек. Және оны бесікті ұстанбайтын адам жоқ. Және бала тау бесікке жатқанда тәрбиелі болып шығады. Және бесікке салғанда оны қиқынан шығарып барып салады. Ол салт-дәстүрдің бір түрі болады. Бесікке салу өте үлкен ой есепте. Оны бесікке салғанда кімдер салады? Үлкен әжелерге салады. Көпті көрген, көп нәрсені түсінетін, сол әжелер сияқты мағыналы керемет апа болып өсу үшін, жақсы апа болып өсу үшін, сол апалар сияқты болып өсейін деп үлкен кісілерге бесікті салғызады. Одан кейін не істеді? Өрде не болады бесікке салу болған кезде? Ары қарай өзінің тобын айтсыншы, тұра ғой, айта қойшы, қазір тыңдаймыз. Бесік, жер бесік және жер бесік болып бөлінеді. Жер бесіктің жасалуы иіп жасалған бесік және тік жасалған бесік болады. Ал екінші жер бесік ол материалы бойынша тал бесік, қайың бесік және қарағай бесік болып бөлінеді. Тағы да жалғастыратын бар ма екен? Айым, Айсыз, Саят, айтшы қазір, Саят. Сен дауысын білесің. Тау бесікке жатқан соң үлкен азамат болсын деп. Жоқ, бесікте қандай жабдықтары бар мысалы? Білесің ба? Ол бесікті бөлегеннен кейін баланың аяқ қолдарын байлап қойған белі бойы өсіп жоқ, түзу. Дені сау болып өссін деп, ол тыныштандырады, бала, қолын, аяғын байлап қойғаннан кейін көпке дейін тыныштықпен ұйықтайды. Анасы үй жұмысын істеуге қолайды. Ол өйткені ол бесікте жатқан бала қорқынышты емес. Ол құлап қалды демейді, оған жүріп кетті, болмаса неғып қалды демейді. Уайым қайғысыз ұйықтағаннан кейін оны бесікке бөлінген бесікте. Бесікте өскен бала қандай бала болып өседі? Жақсы бала болып. Сендер сияқты жақсы балалар өсу керек, бәріміз. Отыра ғой. Бесіктің жабдықтары айтқан боламын. Үлкен азаматтар сияқты халқын, елін қорғасын деп, қазақ халқын қорғасын деп, инабатты, ибалы қыз болып өссін деп. Бізде жаңғы осы жерде бәріміз не қылып ғой, балалар отыра қойыңдар. Біз мына жерде шілдехана, бесікке салып тұсау десек, несін өткізіп жатырмыз ғой енді бәріміз топта. Сол кезде шілдехана кезінде де жаңағы сүйінші сұрайды деген жерге бір өз мағлұматын беріп кетсек. Қазіргі заманда бұрынғы жаушы жіберіп сүйінші сұраған. Сол кезде ер бала келсе не деген? Жылқы айдаушы, ат ұстар келді деп айтқан екен. Ал қыз баласы келсе не деген?
ұмытып қалдым мен де. Оны өшіріп тастау керек, боларын түсіріп. Кім айтады? Қазіргі заманда нәресте дүниеге келсе, бір-біріне қазір 21 ғасыр ғой. Бір-біріне телефон арқылы, сотка арқылы. Айтады, сұйдандар. Бірақ не деп айтады? Ол бала не дейді? Ол бала ал қыз бала дүниеге келсе қазақ еліне бір ару келді. қазақ еліне бір ару келді деп айтады екен. Қазіргі жастар, біздің қазіргі жастарымыз сол бесікке жатқызып жатыр ма екен деген ойдамыз, бесікте өскен балаға. Сонда қазір бесікте жатқан бала таза болады, денсаулығы да мықты болады, жылы жатады ол бала. Дені сау бала, керемет, жақсы бала болып өседі. Ал енді қазір біз көбінесе бесікке қазіргі жастар жатқызбай нені кигізіп қояды? Памперс кигізіп қояды. Сол дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс па, дұрыс емес па? Қайсысы дұрыс? Қазіргі заман дұрыс па? Бұрынғы заманымыз? Бұрынғы заманымызды ұстаймыз ба балалар? Ұстаймыз ба балалар? Өйткені бесікке жатқан бала қандай болып өсетіні туралы көп мағлұмат білдік па? Білдік балалар. бесіктің жабдықтан нәтижесі болады. Жабдықтан айта ғой. Шей, түрке, құс төсек, жастық, көрпе, жаялық, керпіт, таңғыш, түбек, шүбек, тағы да басқа. Тағы басқалар. Оның жақышы болған кезде жақысын не үшін жауып қояды баланы? Суықтамасын, шіркей, шырғындар кіріп кетпесін, қос құмырсқалар кіріп кетпесін, жабдығын жауып қойып ұйықтатқан, балаларды. Карпасын не үшін тартқан? Қол аяғы түзу болсын. Құлап кетпесін, бесіктен құлап кетпесін деп. Неған, төсектері болған, енді балалар көп созбай ақ қояйық. Ары қарай біз осы шілдехана, тұсаукесер, жоқ, бесік тойына байланысты біз сөз жұмбақ шешсек деймін балалар. Сөз жұмбақ шешеміз. Мына сөз жұмбақты тұсаукесер тобы шешсін. Мына сөз жұмбақты бесік тобы шешсін. Ал мынау сөз жұмбақты шілдехана тобы ертерек шешіп қалған. Неғып отырып, ақылдасып отырып, айқайламай, шуламай. Жазбай қойыңдар, ручкамен жаза беріңдер. Жоқ олымыз, бұдан кейін ашамай. Ал, мынау көреміз мен айтып. Сөз жұмақ не жазылды балалар? Сөз жұмақты Балдырған. не болады? Балалар, жазып жатырмыз ба? Арман жаза беріңдер, сендер болыңдар ма? Енді сендер жаңағы шапалағыларды дұрыс емес тағы. Болды екен. Дайынсыңдар ма? Дұрыс. Енді қазір сендер сөз жұмбағы, не деген синонимі? Жоқ,
Жоқ, тақырыбы не болды мына жақта? Балдырған, балбөбек. Балбөбек, балбөбек деген, иә? Б әрпіне не келді? Не сөзін оқыды? Бөбе. Бала сөзінің синонимі. Тұсаукесер тобының сөз жұрбағында не делінген? Балбөбек. Енді ары қарай оқыңдар. Бала сөзінің синонимі. Бөбе болады. Алты бақаның құрылатын жібі. Алтын бақанда құрылатын жіп. Алтын бақанда құрылатын жіп. Арқан. Одан кейін дұрыс. Біреудің жібін аттама. Ала жіпті аттама дейді. Ұлттық музыкалық аспап. Ол не? Домбыра. Домбыра өзіміздің қазақтың Домбырасы. Ақындардың шығармалары. Ол не? Ақындардың шығармалары. Ары қарай. Ол ақындардың халық әні. Балапан. Дұрыс па балалар? Батырлық, ерлік. Ерлік, дұрыс. Тудың түсі. Біздің Қазақстан елінің туының түсі қандай? Көк дұрыс екен. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә? Енді отыра қойыңдар, жарайсыңдар балалар. Керемет айтыңдар, отыра қойыңдар. Ендігі кезеңдеген қайтып бұл? Беске салу тобы дайын екен. Келіңдер онда, екі оқушы жоқ мына жерде? Ал балалар, біз еске салу тобына қандай не беріппіз? Бесік. Енді ағарай жалғастырыңдар. Бірінші сұрақ. Қандай сұрақ? Сал серінің бірі. Кім екен? Біржан Сал. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Ағарай? Қиял ғажайып әңгіме. Олар не? Ертегі. Дұрыс. Айтыстың бір түрі. Өзі айтыстың қанша түрі болады? Екі түрі болады. Қандай түрі? Айтыс түрінде. Қандай түрі болады айтыстың? Суыр салма түрі, қайым, айтыс деп екі түрге бөлінеді. Несі қорқып тұрсыңдар? Ары қарай. Оқу құралы не? Кітап, иә? Ал? Күй, дұрыс. Дұрыс екен, иә? Өте тамаша орында беріңдер қалған. Жарайсыңдар. Ал ендігі отыра қойыңдар. Ендігі топ, ең соңғы топ қай топ қалды? Шілдехана тобы. Шілдехана тобы дайын ба? Дайын екен. Келе қойыңдар онда. Дайын болып не жерге айтамыз. Ал енді. Мына жерлерге келе қой. Ал шілдехана тобында не бар екен? Не деген жазу бар екен? Ер тоқым ер. Жоқ. Тақырыбы қандай екен бұның? Шілдехана. Шілдехана деген жазуы. Нерінде тұрсын ғой? Шілдехана. Соған бірінші сұрақ қандай екен? Ер тоқым ер. Ер. Бұл ашамай дегеніміз не? Балалар. Абай. Ер тоқымның? Абай. Кішкене ойыншық. Бала, ер бала ойнайтын кішкентай егар. Егарды сол ашамай деп атайды, иә? Ашамай деп атайды. Молодец, дұрыс айтасың. Ары қарай екінші сөзді. Оқу құралы. Кітап. Адам кітапсыз біз өмір сүремейміз, иә? Кітап дұрыс. Білім береді. 30 жылдық тойланды. Биыл қандай жыл толып жатыр? Тәуелсіздігімізге қанша жыл толып жатыр балалар? 30 жыл толып жатыр, иә балалар? Дұрыс айтасың. Ары қарай. Ұлттық аспабымыз біздің домбыра. Домбыра дегенді домбыра деп қойыпсыздар, қате жазсыздар, анау басшамен жазуларың керек еді. Ары қарай кетеміз.
бір несін ары қарай жазбақсыңдар да. Домбыра, аға, ары қарай. Баланың үйі. Баланың үйіне. Бесік, дұрыс айтасыңдар. Ел басқарушы. Ел басқарушы. Хан, дұрыс. Музыкалық басқарушы. Домбыра. Ән оқытушы. Әнші. Ең қадірлі адам. Ең қадірлі адам ана. Ана. Бәріміздің неміз бар? Аналарымыз бар. Аналарымызды естейміз? Қадірлейміз, иә? Аналар сонда ғана ешқашан қартаймайды. Отыра қойыңдар балалар. Енді біз бағана постер қорғап едік. Сол кезде кішкене бағалап кетуіміз керек. Ұмыт кетіппін. Қана сол кезде постер қорғаған кезде бірінші тұсаукесер тобы шықты, сол кезде. Тұсаукесер тобына шілдехана тобы баға берсеңіздер. Қалай еді тұсаукесер тобына? Қандай баға берілгендер? Қолмен көрсетсек, иә? Бүйткен қандай не? Өте жақсы деген, иә? Ал мынау? Орташа, мынау? Өте төмен деген сөз, иә? Ал біз қандай баға беріп отырмыз? Өте керемет баға беріп отырмыз. Ал беске салу тобы болды, иә? Беске салу тобының өздеріне тұсаукесер тобы баға берсе, иә? Дұрыс. Қайта берді. Жоқ, тұсаукесер тобы беске салу тобына қандай баға беріп? Сәл қолдан көрсетіңдер? Қолдан көрсетіңдер. Кім? Дұрыс айтасыңдар. Өте тамаша топ. Ал енді бес. Жаңа сендер мына топқа бердіңдер ма? Мына топ? Беске берді. Беру керек. Шілдехана тобы беске салу тобына баға берсеңдер. Не дейсіздер? Беске салу тобына өте керемет. Өте керемет айтты, беске салу тобы. Молодец. Енді қазір сөз жұмақты бәріміз қалай шештік деп ойлаймыз? Өте керемет шешті, барлық топ өте керемет шешті. Молодец, дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, енді сабағымызды қорытындылай келе. Қорытындылайын деп жатырмын. Сәл бір минут шансы. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бұл сабақта не білдік, не түйдік, не түсіндік. Иә? Сол бойынша мынау тілек ағашына өздеріңіздің ойларыңды жазып, мынаған не қылсаңдар болады. Бүгінгі сабақтарында не түсіндіңдер, қалай түсіндіңдер? Қызықты өтті ма? Тағы да ойларыңа басқаша не келді ма? Дұрыс айтылмаған жерлер болса жазсаңдар да болады. Тілек ағашта жазсаңдар кейін өзім оқып шығамын. Бір-біреуден жазыңдар, өз ойларыңды жазыңдар. Өз бүгінгі сабақтың кем кетігін, дұрыс емес жер болса дұрыс емес, жақсы өтсе жақсы өтті деп, не түсінгендер білмейтін нәрселерімді ұғынып алдым, апай. Мынаның нәрсені білмейтін едім. Осыны біліп, сол нәрсені түсіндім деп. Қызылдар берсінші. Бірден қалақтай. Бірден шығамыз, бірден. Қалғандарды күтіп тұрамыз. Бірден шығамыз. Мынаны сындырып жібересіздер. Жай. Балалар, тілек ағашы өкіліп қалады. Жай мен әкеп жақтырады. Жай әкеп жақтырында болады. Мынаны әкеп өңірге ашылып қойыңдар. Балалар, өте тамаша. Тілек ағашына жатырып қоя балалар. Енді тынышталып бері қараймыз. Болдық па? Иә.
Болды. Енді балалар, тынышталыңдар. Мен қараймыз. Маған қараңдаршы енді балалар. Сабағымызды аяқтай келе балалар. Сабағымызды қалай өткен өздерің жазға шығасыздар. Көңілдерінен шықты ма? Сонда біз бесік туралы көп мағлұмат білдік деп ойлаймыз ба балалар? Бесікті, былайша бесік келді, бесікке балалар жатады деген оймен жүреді. Бірақ бесік қалай жасалынатынын, оны қалай істенетінін, ұсталарға, оның қандай ағаштардан жасайтынын, ол киелі нәрсе екенін бәрін түсіндік балалар. Оған жатқан баланың өзі де қандай батыр бала болып өсетінін, оның анасына және тәлім тәрбиемізге өте маңызы зор деп түсінеміз балалар. Енді сабағымыз қорытындылай келе халқымыздың сан ғасырлар тыныс-тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім тәрбиеге қатысты салт-дәстүрімізді, әдеп-ғұрпымызда бар. Соның бірі шілдехана, бесікке салу, тұсаукесер. Халқымыздың қуанышқа, шаттыққа тойын көрсін, ұлттық рухы баршамызға дем берсін, еліміздің береке мен бірлік болып, барша үйде қоңыр бесік тербелсін деп сабағымызды аяқтаймыз. Балалар, қош, сау болайық.